хозяйство ашатын адамдар былай айтады: бізде жер жоқ, мал шаруашылығымен айналысатын жер керек, бізде жер жетпей жатыр, анау жетпей жатыр, анау жетпей жатыр. Өйткені бәрі ауылынан алыс кеткісі келмейді. Мысалы, ауылдан 15 шақырым жерде мал ұстағысы келеді да. Мысалы, одан ары қарай бір 80-90 шақырым ассаң, қаншама гектар жер жатыр да, мысалға. Біз қалай игеруіміз керек, не істеуіміз керек? Мен Моңғолияға барған кезде шынымды айтайын, бір баған көрген жоқпын даладан. Кигіз үй тұрады, пикап тұрады, бір мотоцикл тұрады. Ана жерде әдемі жап-жасыл қойлар жайылып жүреді. Бітті. Оларға ешқандай условия, дым кері жоқ. Оларға холодильник, кондиционер, анау-мынау деген әңгіме жоқ. Нағыз көшпенділердің өмірі. Пикап не үшін? Кигіз үй не үшін? Мотоцикл не үшін? Мотоциклмен малды қайырады, мал бағады. Сосын алады да бүкіл кигіз үйді бұзады да пикаптың артына тиейді да, мотоцикл пикапқа салады да, басқа жерге көшіп кетеді. Малды жаяу ары қарай атпен айдап алып кетеді да. Мысалы, неге бізде олай емес? Неге бізге комфорт керек? Неге біз шаруашылықтың астына бірінші коттедж саламыз да, содан кейін барып жұмыс істеуіміз? Неге біз комфортқа әбден не істеп қалдық?